Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Мінекей будине саласына көштік біздер. Тауықтарымыздың барлығын сатып жібердік. Біздер енді будине саласына көшкеннен кейін біздер қазір 20 шақты будинеден осы жерде бір 6 ма 5 ма қалды. 8 ба екен или санамаппын. Еркектердің барлығын сойып тастадық. 2 еркек бір ұрғаш екі еркек алып болдық, қалғаны барлығы ұрғашы. Бұларға 2 ай болды, пока туып жатқан жоқ. Іші салқын ба, или бізде қазір қыс болғандықтан мына светті жалғаймыз мына жерге. Сол кезде уже жылынып бұлар бізге жұмыртқа беру керек. Енді бастап қарап жатыр, пока 100-200 штуктан емес, азғантай штуктан бастап жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір плюске емес минусқа кіріп кететін уақыттар болады. Тумай қалса манағыдай жемге расход болып, ал енді туып жатса, онда плюске шығып жатсақ, бұлардың санын көбейтеміз. Енді ақ түрінен текас дейді, бұларды әртүрлі ғой, 3 түрі бар сияқты. Осылардың 3 түрінен көбейтіп, уже астында сетка жасаймыз, мен жаққа тағы бір удер жасаймыз. Солай инкубатор алып көбейтеміз. Пока енді азғантаймен бастап қарап жатыр. Енді бұлар біреулер ауырады дейді, біреулер ауырмайды дейді. Соның барлығын тексерістен өткізіп, практика жүзінде ұстап жатыр. Жақсы болып кетіп жатса, алла бұйыртса, бұлардың да басын көбейтеміз. Мында бізде индоуткілер бар. 5 штук сатылады, балапан. Соны сатқаннан мынаның ішін полный жинастырамыз ба деп жатырмыз.